Бүгінгі электоралды кезең біздің Қазақстан үшін тағдырлы сәт. Біз еліміздің басты құжатын мазмұнын таңдау үстіндеміз. Осы жиында Маңғыстаудың азаматы ретінде сөз алуға рұқсат етіңіздер. Әділетті және прогрессивті Қазақстанды құру жолында жаңа ата заңды қабылдау ең алдымен дамыған, дамушы мемлекеттердің қатарынан қалмаудағы қамның батыл қадамы. Біз осы қадамға бара отырып, еліміздің ұзақ жылдар бойы дамуын жаңа кезеңге шығарамыз. Енді осы ретте жаңа мазмұнды айтқан кезімде мен 5-ші баптың 6-шы тармағында көрсетілген қарқынды дамушы қалалар нормативіне ерекше тоқталғым келіп отыр. Бұл норма ең алдымен жастарға үлкен әлеуметтік лифт болатын норма. Себебі жастарға жетістікке жету үшін керек дүниелер ол ең алдымен сапалы орта білім және ғылым жолында мемлекет тарапынан зейіні ашық жастарға нақты қолдау тетіктері және кез келген қаланы, елімізде шалғай жатқан қаланы қарқынды қала қылу мақсатында мемлекет тарапынан тиісті қаржылық ресурстар. Біз осындай қадамдар арқылы, осындай өзгерістер арқылы тек инфрақұрылымдық немесе экономикалық өзгерістер емес, ең алдымен осы ата заңның жаңа мазмұнның ұраны болған адами капиталды, адами әлеуетті қалыптастыруға бағытталған стратегиялық әдіс деп қабылдап отырмыз. Енді бұл жиын Маңғыстауда болғандықтан, Маңғыстаудың азаматы ретінде осы нормаға сүйеніп біздің кендірлі аумағын осы қарқынды дамушы қалалар қатарына қосу жөнінде ұсыныс айтқым келіп отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасымен бұған дейін біздің осы аймақта су тұщыту заводының құрылысы аяқталған болатын. Бүгінгі таңда әуежайдың құрылысы қарқынды түрде жүруде. Бұл қадамдар, осы ұсыныс егерде жүзеге асып жатса, экономиканың жаңа драйвері болатын туризм саласында біз үлкен серпіліс болатынына мен сенімдімін. Яғни біздің облыстың, біздің тәуелсіз Қазақстанның экономикасы көтерілетін тағы бір қадам. Мен әкем қарапайым шаруа адамы, кәсіпкер. Бұған дейінгі сайлау науқандарында, электоралды кезеңдерде өзінің пікірін ашып айтпайтын жан. Осы тұста жаңа конституцияның мазмұнын айтқан кезімде бірден қолдаушылар қатарына қосылды. Жаңа Смолякова ханым айтып кеткендей, оған түрткі болған жаңа ата заңдағы отбасы құндылықтарына қатысты сұрақтарға нақты нүкте қойылуы. Енді дәлірек ашық айтсам, бәрімізге белгілі қазақтың даласында неке байырғыдан қасиетті ұғым. Енді біздің тәуелсіз Қазақстан жерінде ана тілімізде тұңғыш жазылған ата заңның мазмұнында осындай ұлттың рухына